Қазақстанда былтыр және биыл өндірістік жарақат салдарынан 332 адам мерт болған. Мұндай қорқынышты статистиканы еліміздің кәсіподақтар федерациясы беріп отыр. Мамандардың айтуынша, көз жұмғандардың дені тек қауіпті өндірістік ошақтарда емес. Анықталғаны бюджеттік ұйымдарда да қауіпсіздік қағидалары дұрыс сақталмай келеді. Еңбекті қорғау ережелері қай облыстарда бұзылуда? Жалпы бейбіт заманда осыншама адамның жұмыста жүріп көз жұмуына не себеп? Елордалық әріптесім Салтанат Нысанбек біліп көрді. Бетін жасыруын өтінген бұл азамат биыл жазда жездесінен айырылған. Марқұм туысы Алматы қаласындағы құрылыстардың бірінде күзетші болып жұмыс істепті. Жездеміз марқұм охранада істеді қой барымыз. Арасынан топырақ келді, топырақ кірі көрік болды. Сол моментте жездем марқұм воротаны ашып тұрады. Қасында мультика дейтін жігіт болған. Сонымен сөйлесіп тұрған кезде кішігірім бір жел болады да, этаждан әйнек құлап, басын чауып кетеді, в общем, басын нетіп кетеді. Сонда сөйле бір жігіт, айтса мен шығады старшыға, осылай құрмашағын басына әйнек құлап кетті дейді. Сол моментте мен келем, қарасам, уже жоғысы кетіп қалған. Бірақ басында каска болмаған, онысы айдамайды. Қайғылы жағдайдан кейін жүргізілген тергеу мен сараптаманың нәтижесі жұмыс берушінің кінәсі 100% екенін көрсеткен. Өндірістік жарақат салдарынан көз жұмғандары бойынша дерек жаға ұстатады. Қазақстанда биыл 111, ал былтыр 221 адам жұмыс істеп жүрген жерінен өмірмен қош айтысқан. Жағымсыз статистиканың көш басында Шымкент қаласы, ал ең төмен көрсеткіштер Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында. Сарапшылардың айтуынша, ол жердегі өндірістік ошақтарда шетелдік үлескерлер болғандықтан қауіпсіз жұмыс қағидаттарына басымдық беріледі. Өндірістік жарақаттан мерт болғандардың саны елордада да көп. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігі құрылыс нысандарында орын алған екен. Мәселен, былтыр дәп осы құрылыс саласында жұмыс істеп жүрген 15 адам жағымсыз статистиканы толықтырған. Основная доля вины. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігіне жұмыс берушілер кінәлі. Бұл ретте нұсқама берумен еңбекті қорғау бойынша біліктілікті жоғарылатуды ғана айтып тұрғаным жоқ. Жұмыс берушілер көп кезекте ескі құсқы құрылғыларды жаңарту жайында ойламайды. Істен шыққан жабдықтарды да дер кезінде ауыстырмайды. Салдарынан саймандар ұшып кетіп, жұмысшыларды жаралап, мертіктіріп жатады. Мәселені шешу үшін кәсіподақтар федерациясы жұмыс берушілердің модернизация жасау үшін преференциялар қарастыруды ұсынып отыр. Ал жүгенсіз жұмыс берушілер жазаланып жатыр. По итогам и по анализу 2018 года. Былтыр қарапайым қауіпсіздік қағидаттарын бұзғандарға жалпы 402 миллион теңге айыппұл салынды. 602 мың адамға 107 миллиард теңге өтемақы төленді. Қылмыстық жауапкершілікке жыл сайын 3-4 адамнан тартылады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов түйткілдің министрліктің басты назарында тұрғанын жеткізді. Кез келген жарақаттану, мүгедектікке ұшырап қалу, өмірден өтіп кету, бұны статистика месектің. Бұның бәрі де үлкен қайғылы зат. Бейбітшілік кезінде өндірісте соғыссыз елдер қайтыс болады. Сондықтан бұл біздің министрлікте бақылауда тұрған үлкен өзекті мәселелердің бірі. Жаппай тексерістер жүргізіліп жатыр, жаппай қоғамдық бақылау жүргізіліп жатыр. Министр еңбек шартсыз барып жатқан жұмысшы келешекте бүкіл әлеуметтік қорғау жүйесінен тыс қалатынын алға тартады. Мәселен, зейнетке шыққанда еңбек өтілі есептелмейді. Медициналық міндетті сақтандыру енгізілгенде ем-домнан қағылады. Ал жұмыс барысында кез келген оқыс жағдайда еңбек ету қабілетінен айырылып қалса, әлеуметтік төлем төленбейтінін естен шығармаған абзал дейді. Салтанат Нысанбек, Әлия Мұхтаров, Алматы телеарнасы, Нұр Сұлтан қаласынан.